Бүгін 7 қаңтар 2025 жыл Түлкібас ауданы аумағы және Түлкібас ауданы аумағына қарасты Алматы-Термез тас жолы бойында жел тұрып, қар аралас жаңбыр жауына байланысты көрші облыстарға жол жабылды. Құрметті жүргізушілер, мүмкіндігінше Бүгін 7-1 ай 25 жыл Қошқар-Ата Бауыржан Момышұлы бағытындағы жол. Видимость жоқ, вообще көрінбейді. Нерде 2-3 машина тұр екен. Күреу жұмыстары болып жатыр. Боранның көкесі олар ya. Жаман кәдімгі. Ой, айдамаймын. Спидометр міне 50. Жолға шықпай қонда жүктер.